2023 жылдың 5 қыркүйек күні бос лауазымдық орындар еңбек кезет сайтына жарияланды. Бастауыш сынып пән мұғалімі бойынша 1 орын тұрақты бос лауазымдық орын. Көркем еңбек пәні бойынша 1 орын тұрақты бос лауазымдық орын. Кәсіби бағдар беру педагог лауазымы бойынша 1 орын уақытша бос лауазымдық орын. Барлығы 18 үміткер бос лауазымдық орындарға тапсырма құжаттары бойынша кандидаттардың бағалы парақтарымен түгел танысып, кәсіби деңгейлерін саралап анықтап болатынбыз. Конкурсқа қатысқан кандидаттардың құжаттары комиссия бойынша тексерілді. Бос лауазымдық орындарға қатысқан кандидаттардың құжаттары толықтай қаралып, сараптама жасалды. Кандидаттардың біліктілігі, еңбек өтілі, бағалау парақшалары, категориялары зерделеуден өткізілді. Кандидаттардың құжаттары уақытымен жинақталды. Кейбір кандидаттардың бағалау парағына сәйкес негіздемелер толық емес екендігін айқындалды. Бастауыш сынып пән бойынша барлығы 8 кандидат қатысты. Олардың бағалау парақтары негізінде талдау жасалды. Талдау нәтижесінде бастауыш сынып мұғалімі лауазымына 8 кандидаттардың арасында төмен балл жинап отырған Иманбетова Аида Теміргалиевна анықталды. Ал кандидаттардың арасында жоғары балл жинаған Маратова Жұлдыз Маратқызы. Көркем еңбек пәні бойынша 9 кандидат қатысты. Бағалау парақшаларының негізінде төмен балл жинаған кандидат Жакешева Тамаша, ал жоғары балл жинаған Хамзина Назым Амангелдиевна. Кәсіби бағдар беру педагог лауазымы бойынша 1 кандидат қатысты. Жанбожина Құндыз Бақытжанқызы, жинаған баллы 5 балл, бағалау парағы негізінде құжаттар түгел болмады. Темірханова Гүлайхан бастауыш сынып бойынша 8 балл, Ажмұратова Айсаны 6,5 балл, Илюева Нұргүл 7,5, Иманбетова Аида 2,5, Базарова Айнұр 11,5, Габдыкарим Айкөлден 2,5, Таштамышева Роксана 4 балл, Маратова Жұлдыз 17 балл, Жанбожина Құндыз кәсіби бағдар беру педагог 5 балл, Хамзина Назым көркем еңбек пәні бойынша 20 балл, Баймурзин Самал көркем еңбек пәні бойынша 16,5 балл, Дуненова Нұргүл көркем еңбек пәні бойынша 10 балл, Жакашева Тамаша көркем еңбек пәні бойынша 2 балл, Абельдинова Назгүл 14,5 балл жинап отыр, Мауренбаева Лунара 12 балл, Мумаканова Салтанат 5 балл, Панагужина Нурия 7,5 балл жинап отыр, Батырова Фатима 12,5 балл жинады. Ең көп балл жинаған төмендегі кандидаттардың құжаттарын мектеп директоры Гүлдана Ғиниятовнаға ұсынсын. Бастауыш сынып бойынша Маратова Жұлдыз Маратқызы 17 балл, және көркем еңбек пәні бойынша Хамзина Назым Амангелдиевна 20 баллмен өтіп